Сәлем, бірінші сынып математика сабағы 8-ші сабақ. 4 саны және цифры. 4 санының құрамы тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен 4 саны және цифрмен танысатын боласың. Балақай, сандық сәуледегі 4-ші цифр ол 4 саны. Балақай, мұнда сары түсті ұяшықтар берілген. Оны санап көрейікші, неше ұяшық бар екен? 1, 2, 3, 4. Демек мұнда 4 ұяшық бар. Қазір біз дәптерімізді ашып, жазу жұмысымен айналысайық. Мұнда 2 ұяшықта 4 саны берілген. Бірінші ұяшықтағы 4 санының баспа түрі. Біз оны оқимыз, кітаптардан көреміз. Ал екінші түрі ол жазба түрі. Біз оны жазуда пайдаланамыз. Балақай, дәптеріңе 4 санының жазба түрін көркем етіп жаз. Жазу барысында жазудың бағытына мән бер. Ал енді бірінші тапсырмаға назар аудар. Суретте қай заттар 4-4-тен берілген? Суретке қарап, заттарды санап көрейік. Мұнда балалардың саны 4-еу. Олар асық ойнап жатыр. Олардың асықтары 4-еу. Және олардың ойыншық мәшинелері де 4-еу екен. Ал енді қыздарға назар аударайық. Мұндағы қыздардың саны да 4-еу. Қыздардың қолындағы қуыршақтары да 4-еу екен. Балалар, ал енді неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастырып көріңдер. Мұнда балалардың саны неше? Мұнда неше асық бар? Мұнда неше ойыншық мәшине бар? Мұнда неше қыз ойнап жатыр? Мұнда неше қуыршақ бар? Математика күнделікті өмірде. Екінші тапсырма. Асықтарды сана. Сандарды сан сәулесінде көрсет. Және оларды салыстыр. Балалар, мұнда неше жасыл түсті асық бар? Санап көрейік. 1, 2, 3, 4. Демек мұнда 4 жасыл түсті асық бар. Ал қызыл түсті асықтар нешеу? 1, 2, 3. Демек жасыл түсті асықтар 4-еу, ал қызғылт түсті асықтар 3-еу. Демек біз 3 және 4 сандарын сандық сәуледе тауып алайық. 3 саны ең бірінші кездеседі, ал 3-тен кейін 4 саны кездеседі. Демек 3 саны 4 санынан кем екен, ал 4 саны 3 санынан артық. Демек, мұндағы 4 асық артық 3 асықтан, ал 3 асық кем 4 асықтан. Балақай, 4 санының құрамын жаттап ал және есіңде сақта. 4 санының құрамы 1 мен 3-тен, 2 мен 2-ден және 3 пен 1 сандарынан тұрады. Үшінші тапсырма. Топтық жұмыс. 4 санының құрамын айт. Мысалдар құрастыр. Мұнда 3 жасыл және 1 сары асық бар. Демек 3 пен 1-дің қосындысы 4-ке тең. Келесі суретте 2 көк көйлекті қуыршақ және 2 қызғылт көйлекті қуыршақ бар. Мұндағы барлық қуыршақтардың саны 4-ке тең. Өйткені 2 мен 2-ның қосындысы 4-ке тең болады. Ал енді келесі есептерге назар аударайық. 3 пен 1-дің қосындысы 4-ке тең. 1 мен 3-дің қосындысы да 4-ке тең болады. 4 пен 3-дің айырмасы 1-ге тең. 4 пен 1-дің айырмасы 3-ке тең болады.
2 мен 2-ның қосындысы 4-ке тең. 4 пен 2-ның айырмасы 2-ге тең болады. Ал енді балақай, 4 санның құрамын айт. 4 санның құрамын кестеге қарап айтып көр. 4-тің құрамы 3 пен 1-ден, 2 мен 2-ден және 1 мен 3-тен құралған. Жұптық жұмыс. 4-ші тапсырма. Балалардың қалай есептегенін айт. 2 мен 2-ның қосындысы. Яғни 2 мен 2-1-дің қосындысына тең. Өйткені 2 санын бөліктеп қосуға болады. Яғни сандық сәулемен есептеп көрейік. 2 санынан бастап 2 сан өткіз. 2-ге 1-ді қоссақ 3, 3-ге 1-ді қоссақ 4 болады. Демек, 2 мен 2-ның қосындысы 4. Дәл сол сияқты 2 қосу 1 қосу 2 өрнегінің де қосындысы 4-ке тең болады. Келесі есеп. 1 мен 3-дің қосындысы және 1 қосу 1 қосу 1 қосу 1 өрнегі және 1 қосу 2 қосу 1 өрнектері өзара бір-біріне тең болады. Өйткені мұндағы 3 санында бөліктеп қосқан. Демек, сандық сәулеге назар аударамыз. 1 санын алдымен 2 санын, одан соң 1 санын қосқанда өрнектің мәні 4-ке тең болады. Ал енді азайтуға берілген есептерге назар аударайық. 4 пен 2-ның айырмасы 4 азайту 1 азайту 1 өрнегіне өзара тең болады. Өйткені сандық сәуледегі 4 санынан кері қарай 2 рет 1 санынан азайтып отырғанда, онда өрнектің мәні 2-ге тең болады. Ал енді келесі есепке назар аударамыз. 4 пен 3-тің айырмасын 4 азайту 1 азайту 1 азайту 1 өрнегі және 4 азайту 2 азайту 1 өрнегімен өзара сәйкестендіріп жазуға болады. Осы 3 өрнектің де мәндері бірдей санға тең болады. Ал сандық сәулемен есепті шығарып көрейік. Сандық сәуледегі 4 санын алдымен 2 санын азайтып, одан соң 1 санын азайтқанда өрнектің мәні 1-ге тең болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және осы каналға тіркеліп алыңдар.